Сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге осындай ер адамның джинсовый шалбарының балағын қысқартудың тәсілін көрсетемін. Бұл жерде біз осындай заводской шовты қалдыру арқылы қысқартамыз. Қараңыздар, міне шов осылай орнында әдемі болып көрініп қалатын болады. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз өзімізге қаншалықты алып тастау керек ұзындықты, соны өлшеп аламыз. Менің жағдайымда 6,5 сантиметр алып тастау керек. Мен басынан бастап 6,5-ды алып өлшеп сызып аламын. Осылай түзу сызық. Тура 6,5-ға келген кезде осылай сызып аласыздар. Содан кейін астыңғы жерден бастап 1 сантиметр жоғары қарай көтереміз. Осы жерден 1 сантиметр өлшеп алдық. Және жаңа сызып алған үстіңгі сызықтың жоғарғы жағына 1 сантиметр жоғары алып аламыз. Енді осы сызықтың бойымен қиып алып тастаймыз. Бірінші астыңғы бөлігін қиып аламыз. Содан кейін барып үстіңгі сызық бойынша қиятын боламыз. Жаңағы біз 6,5 сантиметрді өлшеп алған жеріміз, сол жерден екіншісін қиятын боламыз. Мынау ең астыңғы бөлігін қиып алып тастадық. Міне, екі жағында алып тастаймыз. Мына жағын тура солай алып тастаймыз. Енді шалбарымызды осылай түзуінен қойып, бірдей қылдыртып қойып аламыз да, екіншісін қиып алып тастаймыз. Яғни жаңа белгілеп алған 6,5 сантиметрді қиып тастаймыз. Үстіңгі 1 сантиметрге теспейміз. Міне осылай алып тастадық. Енді екі жағында. Мынау бізге керегі осы. Мынау жаңағы қиып тастаған астыңғы бөлігіміз. Енді осы астыңғы бөлігімізді мына жерде тігілген тігістерін сөгетін боламыз. Міне мына жерде осылай айналдыра тігістерін сөгіп тастаймыз. Мына жерін бәрін сөгеміз. Мына жердегі астыңғы тігісті толығымен айналдырып сөгіп тастаймыз. Міне осылай барлығын ашып сөгіп алдық. Енді осылай барлығын ашып үтіктеп аламыз. Екі жағында осылай жалпағынан ашасыздар. Сосын үтікпен үтіктейміз. Осылай жалпақ қылып аласыздар. Екі жағында үтіктеп. Міне мынау бағанағы қиып алған біздің балағымыз. Осыны бағанағы қиылған жері. Міне мынау екі жан тігісі. Көрдіңіздер ме? Осыны шалбарымызды осылай оң бетіне беттестіріп қоямыз. Осылай екі тігісіне келтіріп, осылай айналдыра, осылай кіргіземіз. Екі жан тігісіне келтіреміз. Міне тігістеріне келтіреміз. Бірінші екі жан тігісін келтіріп алып, содан кейін айналдыра инемен қадап шығамыз. Міне мына жер бағанағы біздің 1 сантиметр берген жеріміз. Осы жердің барлығын айналдыра инемен қадап аламыз. Не болмаса көктеп алсаңыздар да болады. Айналдыра барлығын. Енді осы жаңа қадап алған жерімізді машинкада жүргізіп шығамыз түзу тігіспен. Инеміз қадалған жердің бәрін тігіп алдық осылай. Енді мына жерін үтіктедік. Жақсылап үтікпен басып аламыз. Енді мынаны ішіне қаратып, міне мынаны былай ішіне қарай, мынау осылай қарай. Кейін мынаны былай, сосын мынаны былай. Осылай жасап, қазір ине қадаймыз. Мынаны
ішіне қарай, мынаны былай ішіне қарай, сосын мынаны былай, сосын мынаны үстінен былай. Міне, осылай мына жерден тігіс жүргіземіз. Осылай. Қазір мен ине қадап көрсетемін. Міне осылай. Ине қадап алдым. Айналдырып. Енді осы жерден тігіс жүргізем. Бағанағы өзінің тігістері сияқты болып қалады. Сол кезде әдемі болып. Қазір көрсетемін. Достар, міне шалбар дайын болды. Міне артығын алып тастадым. Мына жерде қарап отырсаңыздар, міне заводской шов бұзылмай тігілді деген осы. Біз бұны еш нәрсе жасамаған сияқты болып тұр. Жаңа болып тұр. Сол бет көрдіңіздер ме?